Bir халықтың әні кетсе, әдебиеті жесір қалады. Сәні кетеді, сәні кетсе, жаны кетеді. Қазақты жансыз ағаш қылып отқа жақтыларың келмесе, әнді сақтаудың қамын ойлаңдар дейді кешегі өткен Солтан Махмұт Торай құрып. Әйе, тарихтан қаймағы бұзылмаған ән күйлеріміздің қазіргі кезде кетеуін кетіріп отырған жайымызды, адамды мезі қылатын даңғаза дыбыстарды ұлтымыздың сапасынан іздейік десек, бұдан бұрынғы көркемөнершілеріміздің халықтық ән күйлерге жауапкершілігі өз халқын ғана емес, бүкіл Азия, Еуропа өңіріндегі көркемөнер ғалымдарын тамсатқан тарихын біле тұра, ұлттық көркемөнерімізді қаралауға қалай ғана батылың барсын. Ендеше осы айтқан пікірімізді былай айғақтай кетейік. Әйгілі ғалым Сәйшев 1868 жылы үлкен өзеннің Мұқыртау аталатын бекінісіне 10 шақырымдай жерде Бөкеуада хуторының қожасы Бродинің бірнеше арт шақырған. Сонда Бөкеуа ордасынан атағы жайылған Құрманғазы Сағырбаевпен танысқанын айта келіп, ол орта бойлы, орта жастағы татар мәнерінде киім киген жайдармен кісі екен. Отырғандарды көп жалындырмай өлеулі тұрған домбыраны қолын алды дей келіп, Құрманғазы домбыраның құлақ күйін келтіріп алды да, басым бір жағына әнтек қис айтып, күмірлеген күйді тарта жөнелді. Мен оның әдептілігіне таңырқай, кейін сұқтана қарадым. Шынын айтсам, осындай қос шекті аспаптан музыкаға ұқсас әуен шығады деп ойламап едім. Бірақ адам қабілетінің құдіреті сонда, домбырадан кіршіксіз таза музыка шықты. Алайда оның орындалу сұлулығына қарап, оны үлгілі шығармалармен қатар қоюға болар еді. Себебі Құрманғазы Сағырбаевтың орындау шеберлігінің дәрежесі дарындылық пен шабыт болатын. Аспаптың жұпынылығы әрине шабыт пен қиялдың тежейтініне қарамастан, мен оның орындалуын Бозторғайдың немесе Бұлбұлдың еркін әніне балаған болар едім. Ол күйді барынша беріле жан тәнімен ойнады екен. Бұл кезде оның оң қолы сиқырлы қимылдарды елестетті. Сәнімен орағытып қағады, кейде көзілеспес жылдамдыққа көшеді. Бет әлпеті нұрланып, шамырқана түседі. Ешбір жасандылық жоқ. Мұндай келбет әртістің шабыты шағына әбден ақ жарасып тұр. Ол өзі шығарған бірнеше күй ойнады. Олардың композицияларынан асқан дарындылық байқауға болар еді дейді ғалым. Күй тұрысы Құрманғазыға таңырқай отырып. Бір сөзбен Құрманғазы Сағырбаев сирек кездесетін музыкалық құбылыс. Егер ол еуропалық білім алғанда, музыка әлемінде бірінші дәрежедегі жұлдыз болған болар еді. 1882 жылы француз ғалымдары Капо мен Бонаолоның Кавказ газетіне жариялаған қазақ профессионал әншілердің жоғары шеберлігіне тоқтала. 1881 жылы Россияға сапар кезінде Семей Жетісу арқылы Ташкентке жол тартқан кезінде қасына қазақ әншілердің ілескенін айта келіп, олар өзіндік даралық киіммен кешкі оттың сәулесіне нағыз сұлу болып көрінді. Қимылдары еркінде жұмсақ, сырт пішіні сүйкімді. Ол шатырдың босаға жағына еркін шайқасты да аспаптық күйін келтіріп алып, минорлы бір әуенді баяу тарта бастады. Оның есту сезім керемет. Аспаптың сәл ақауын сезсақ, табан жерде түзетіп алып өнерін жалғастырады. Онан соң әуенін бірте-бірте құбылтып, нәзік түрлермен өрнектей түседі. Өз өнеріне сүйінетіні байқалады. Ырғақ жеделдікке көшіп шырқау шегіне жетеді де одан ары ән бастайды. Бет тамсанған ғалымдар соңында нағыз артист өз өнерін теңдес жоқ шеберлік дәрежесіне көтерген жігіт орындау шеберлігіне ме, әннің сұлулығына ма, қайсына сүйінерін білмейсің деп тамсана ежелгі өнер иелерінің құдіретін мойындайды. 1888 жылы этнограф Юанов Сики Шығыс Қазақстанның Сәуір тауының етегінде Ноғайбай атты әншіге кезігеді. Ноғайбайдың орданың босағасына отыра қалып, өз ойынан өлең шығарып тамылжыта ән салғанын баяндаған ғалым. Әдетте ауылға бейсауат адам келсе, таңырқататын ауыл адамдары дәл бүгін өзіне ешкім мән бермей қарбаластыққа түсіп, Ноғайбайдың әнін тыңдауға ағытылды дей келіп. Ғалым сол кездегі халықтың рухани көркемөнерге деген құштарлығын дәлелдесе, 1890 жылы Алеп көріп, ән туралы тоқталған мақаласында сыртта боран соғып тұр, ал мен жылы үйде отырып ән тыңдадым. Ол қалың бөстекке жайғасты да домбырасын шертіп отырды. Шектерден шыққан қоңырын тыңдаушылардың ықылас қоюымен ерекше бір күйге бөленді. Осындай музыкада қаншама поэзия жатыр десеңші. Осы бір жүрегіңді шымырлататын әуенді өзім тыңдасам, қолдан жасалған қос шекті домбырадан осыншалықты нәзік дыбыстар шығады дегенге, оның
Соншалықты әншілігіне, әннің даладағы боранмен үндесуіне біреу айтса сенбес едім. Әншіні жұрт қаумалап алды. Бастарын шайқап күрсінгендеріне қарағанда музыканың өнердің құдіретіне тәнті болмасқа шараң жоқ деп жоғарыдағы Йоноп Сики мырзаның сөзін тіпті де айғақтап дала өнерін адамдарына тамсана қарар еді. Байқадыңыз ба, сол бір қарапайым ортада өз бойындағы асқан талантымен шетел ғалымдарын қазақ музыкасының құдіретімен тамсантқан бабаларымыздың құдіретін, олардың өнерге қалай беріліп, қандай сиқырлы шеберлікпен танылғанын, әне солардың кереметін танып жеткен Сұлтан Махмұд Торайғыров бабамыздың оларды сағына еске алып, өз төңірегінде көркемөнерлерін кетеуін кетіріп, құтын қашырған бір бөлім адамдарға өкпелеп, халық тағдыры мен халық көркемөнері қандас тағдырлас екенін ұғындыруға ашына дауыстамады ма? Міне бұдан да дәл әзіргі өз ортамызда ат шығаруға жанталасып айғайды ән, сабалауын күй көріп, ақшаның күші байланыстың тісімен дыбыс ленталарын шығарып, кеш өткізгіштердің өз шанақтарын деңгейі межелемей, көркемөнерді құр айғайға балап, кетеуін кетіріп жүргендерге неге өкпелемеске? Бұлай өкпен аздан көркемөнермен айналыспа, кеш өткізбе, ленте шығарма дегендік шықпайды. Өнерден төбе көрсету деген белгілі деңгейге жеттім дегендік. Жоғарыдағы ежелгі өнер адамдарын байқаған боларсыз. Өнерді жан тәнімен сүйіп, оның биігіне көрінумен өз елінде ғана емес, шетел музыка мамандарын мойындатып отырғанын. Олар лентада шығармай, кеште өткізбей, бүгінгі ұрпақтарға танылып отырмай ма? Ендеше шамаңа қарай шар құру даналық демекшіміз. Көркемөнер нәзік те теңдессіз ғылым. Ол әсте ноғандықты, даңғойлықты көтермейді. Сол себепті Ұлы Мұхтар Әуезов жалпы музыка атаулы елдің сезім байлығы мен ішкі жаратылысты қалпын білдіретін болса, солардың ішінде ең тұлғалы, ең терең сырлысы күй деп музыканың жалпы өнердің қасиетін түсініп, олардың биігінен көрінгенде барып халықтың өз-ақ мойындайтынын дәлелдеп кеткен емес пе? Әрине, сен қыруар ақша шығарып әніңді, музыкаңды шығарғаныңмен, сенің төрешің халық пен тарихтың талғам екенін түсінуің керек. Міне, біздің көркемөнеріміздегі ән күй, билеріміздің солғындауына жоғарыдағыдай сапасыз, арнаулы тәрбие көрмеген, өресі шанақты адамдардың ақша мен атақтың көмбесіне талпынуынан ықпалы тисе, тағы да біреулердің айғайы ән, есінеу музыка болып жатқанынан да көруге болады. Бұларды сүйрелеп жүргендерде уақыттың жан бағып, қарны мен қалтасын көздеген ішінара жағымпаздардың кесірі. Төресін мақтап, қожасын көтермелейтін орда әншілері бұрын да болғанымен, олар қай заманда да марқау таппаған. Міне көрдіңіздер, аға буындар ежелгі халқымыздың көркемөнерін осылайша зерттеп, тер төгумен кейінгілерге жол нұсқап кеткен болатын. Ал біз зерттеп өреге көтергенді қойып, оны халық рухына сезімдік жігер, ләззат берердей орындау шеберлігіне де тырыспай, келсін келмесін айғайлап, ақыры көркемөнеріміздің кетеуін кетіріп, тыңдарманымызды мезі етіп жүргенімізді айту айыпта ағаттық демес. Шын айтқанда көркемөнер әсте баланың ойыны бақсының шын емес. Қашанда ән шығармаларының ырғағы мен формаларын поэтикалық текстімен байланыстыра отырып, вокалдық және фольклорлық теорияларын танып білмеген, қарапайым білімдерді түсініп білмеген әнші күйші музыканттарымыз әндердің жалаң әуендік немесе қысқа ұзақтық толқындарын, ладаттық негізі, мелодиялық түрлері, интонациялық құрылысы, ритмикасы мен музыкалық формалары сияқты жандылығына қалай мый жетіп, оны биік деңгейге көтере алсын. Мұндай кәсібінің ғылымилығынан хабары жоқ жандардан туындаған жасампаздықтардың өміршеңдігіне де күмәндануға болады. Болмағанда жоғарыдағы ата-бабаларымыздай әнді сүйсең менше сүй деп өнерге барлық сезіммен берілген болса етті. Онда көкіректі дүбірлеткен атақ пен ақша өшіп, тек өнеріміздің намысы үшін дейтін бір нысана ақаусыз шынайы көркемөнерге айналар еді дейді Баяхмет Жұмабайұлы мақаласында.